барлық жағымсыз дүниелерден қорғағысы келгендей әсер қалдырады. Шығармашылық бұл сан қырлы, әртүрлі әлемдерге жетелейді. Ажал құшқан жағдайда оған қаралы қағаз келетін болған, яғни оның қаза тапқаны туралы хат келетін болған. Өз күндерін өздері көруге мәжбүр. Себебі тапсырысқа да өздері жүгіреді, шығармашылықтарында алып жүруі керек. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Қаламарт бағдарламасының келесі санын назарларыңызға ұсынып, өнер әлеміне терең бойлауға көмектесетін мен өнертанушы Ыдырыс Зухра Асылбекқызы. Бүгінгі санымыз заманауи Қазақстанның кескіндеме өнеріне және оны жасаушы тұлғалардың шығармашылығына арналмақ. Назарларыңызға өте тамаша суретші Құралай Үмбетованың шығармашылығын ұсынбақшымыз. Құралай Үмбетова, кескіндемеші, график, иллюстратор, педагог, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі. Құралай Үмбетова жалпы бейнелеу өнері әлеміне сонау балалық шағынан, былай айтқанда бесікте жатқан шағынан осы өнер әлемімен таныс десек те болады. Себебі елімізге танымал суретшілер, қолөнершілер Жаңғыр Үмбетов пен Амангүл Иханованың отбасында дүниеге келген тұңғыштары өз шығармашылығын осы ата-анасының қасында жүріп ақ бастады десек те болады. Бүгінгі бағдарламаға енді Құралай шығармашылығын таңдап алуымыздың бір себебі, жалпы қай қоғамда болмасын, қыз балаларға шығармашылықпен айналысу аса үлкен қиындық тудырады. Себебі әйел адамның отбасындағы өзіндік міндеті бар, сонымен қатар оның күнделікті жүргізетін алып жүруге қажетті қызметі бар. Онымен қатар ол педагог, оқытушы, ұстаз және де шығармашылық бұл жерде қосымша жүктеме. Ал шығармашылықпен айналысу суретші үшін бұл ішкі әлемді тазарту, ішкі әлемге ену, ішкі әлемді былай айтқанда көркем туынды арқылы көрерменге жайып салу. Құралай академия қабырғасында бакалавриат дәрежесін алу үшін білім алып жүрген шағында шығармашылықпен де белсенді түрде айналыса бастайды. Осы кезде 2008 жылы ұйымдастырылған Шабыт халықаралық фестиваліне өзінің ең алғашқы тырнақалды туындыларының бірін ұсынады. Бұл туындысы кескіндеме бағытында орындалып, тыныштық деген тақырыппен жарық көрген болатын. Яғни туындыда біз арқасын көрерменге беріп отырған қыз баланың бейнесін көре аламыз. Алғашқы жұмыстарында Құралай біршама эксперименттерге жақын болды. Барынша өзіне жақын, өзінің ішкі әлемін бейнелеуге, суреттеуге, мәнерін, өзінің стилистикасын табу үшін әртүрлі жаңағы стильдерде, әртүрлі бағыттарда іздеп жұмыс жасай келе, осы символикалық экспрессионизмде жұмыс жасай бастайды. Қорықпай, қанық, ашық түстерді ала отырып, өзінің туындыларында сол кездегі ішкі жан дүниесінің жағдайын бейнелеуге тырысады. Яғни оқу бітіруге таяу тұрған, ересек әлемге, шығармашылық әлеміне аяқ басқалы тұрған жас түлек үшін тыныштық бұл өзінің менімен сырласу болатын. Яғни ендігі келесі ұстаздың қанатының астында жүрген бүгінгі сәтінен келесі өзінің жеке суретші ретінде шығармашылыққа қадам басқан сәті ол үшін беймәлім еді. Сондықтан да бейтарап кеңістікте арқасын көрерменге беріп жаңағы тізесін құшақтап тұйық композициялық формада кескінделген туындыда суретші келесі бір қадам, келесі бір кезең алдындағы толғаныстарын, өзінің бір ішкі жаңағы тартыстарын жеткізгісі келгендей әсер қалдырады. Суретші бұдан кейінгі шығармашылықтарында да осы қанық түсті бейтарап кеңістікті қалдыра отырып, бірнеше фигуралы композициялармен жұмыс жасай бастайды. Соның нәтижесінде біз жанұя немесе композиция атты туындыларын көреміз. Суретші үшін бұл жерде белгілі бір тұлғаның бет бейнесі, немесе оның өмірі, немесе оның кәсібі маңызды емес. Бұл жерде адамның қоғамдағы немесе оның ортадағы
рөлі маңыздырақ болды. Сондықтан да ол болашақта өзін қоғамда қай жағынан көргісі келеді, немесе өзін қоршаған адамдар суретші үшін қаншалықты маңызды рөл ойнайды. Осы дүниелерді айқындау үшін келесі кезеңдерде суретші композициялық түстік шешіммен көбірек жұмыс жасайды. Құралай жалпы үнемі ізденіс үстінде жүреді. Сондықтан суретшілер өзінің шығармашылық қолтаңбасын, туынды жазудағы стилистикасын жиі өзгертіп отырады. Бұл суретшінің өміріндегі бір кезеңдермен, немесе шығармашылық тақырыптарының жаңағы ізденістерінің ауысу сәттермен де байланысты болады. Құралайда да алғашқы кезеңде жаңа айттық, біз символикалық экспрессионизм айқын байқалатын болса, кейінгі кезеңдерінен біз романтизмнің, кейде ностальгияның да үлгілерін байқап жатамыз. Дегенмен суретші өзі бала күнінен қалада өссе де, осы Алматы қаласының сұлу табиғатына тәнті болып, тау баурайында ер жетсе де, Құралай әр қашан өзінің туған топырағымен рухани түрде байланыс болды. Сондықтан да әрбір жаз ауылға барған кезде, яғни Қызылорданың Шиелі өңіріне балалық шағында демалыс уақытында барған кезде, оның есінде қалған әрбір жаңағы ауылдағы көріністер, үлкен кісілердің есік алдында отырғаны, әңгіме құрғаны, немесе самаурын қайнатып нан жайғаны, қонақ келгендегі ауыл ішіндегі күйбелең тіршіліктің барлығы кейін ер жеткен Құралайдың, бой жеткен Құралайдың санасында тәтті естеліктер күйінде қалады. Сондай бір тамаша туындыларының бірі иіс деп аталады. Яғни туынды белгілі бір сағым сияқты ақ түстес бұлыңғыр реңктермен перспективада артқа қарай жаңағы көрерменді елтіп өзімен бірге алып кеткен секілді әсер қалдырады. Иіс бұл ауылдың иісі, немесе балалық шақтың иісі. Балалық шақта қалған, аузында қалған тәтті дәмнің жаңағы иісі болуы да мүмкін. Сондықтан Құралай өзінің сол туған ауылының жанына жақын туған туыстарының бейнесінің үлгісінде әрбір адам үшін жақын сондай бір тәтті сәттерді еске алғандай әсер қалдырады. Иіс атты композициясы тік форматта шешім тауып, біз алдыңғы планнан самаурынның отынын түтетіп, түбін шұқып отырған орта жастағы әйелді көреміз. Ал артқы планнан пештің үстінде қызу бауырсақты пісіріп жатқан тағы бір ананың бейнесі көзімізге шалынады. Бұның барлығы бізге балалық шақтың тәтті естеліктерін алып келеді. Бірақ осы қанша жерден қарасақ та реалистік, шынайы, кешегі өткен күндердің қайта келмейтін бір бейнесі секілді көрінген дүниелер бір сәт туындының өн бойынан көлденең жолақтар секілді ақ сызықтармен белгілеп өткен көріністер арқылы сананың түбінде, немесе біздің сонау балалық шақтағы көңіл күйіміздің сонау түпкірінде жатқан әсерлерімізді оятып, қайтадан сол сәтке бір мезет барып келгендей әсер қалдырады. Түстері барынша жұмсақ, бір-бірімен сол жағдайды жеткізу үшін аса әсерлі үндескен сезімде шешім тапқанын байқаймыз. Үмбетова Құралайдың шығармашылығының келесі бір кезеңі оның отбасын құрып, ана атану сәтімен байланысты болды. Тұңғышының дүниеге келуі, аналық мейірімді, аналық сезімдерді сезінуі, өзінің өн бойында оянуы, енді тек қана жалғыз өзінің болашағына емес, ұрпағының болашағына алаңдауы суретші шығармашылығында жаңа бір кезеңнің байқалғанын айқындайды. Ондай жаңаға туындысы бізге мейірім атты кенебінен көре аламыз. Бұл туындыда тік форматта шешім таба отырып, суретші анасы мен баласының төсек үстінде жатқан ерекше бір ана мен бала арасындағы махаббаттың сезімін көрсете отырып, оны жоғарғы ракурстан алады. Бір сәт біз туындыға, яғни үстінен қарап тұрғандай әсерде боламыз. Осылайша туынды бір сәт кеңістікпен және жазықтықтармен көрермен алдында ойнап шыға келеді. Туындыдағы жұмсақ, өте салмақты түстердің үндестігі біздің санамызда туындыны қабылдаудағы мейлінше ішкі сезіміміздегі махаббатқа, мейірімге негізделген сезімдерді оятуға әсер етеді. Сонымен қатар кескіндемедегі фактураны, қазақи кілемнің, тықыр кілемнің
өзінің жаңағы бедерінің ою өрнектерінің әсерлі бейнеленуін жеткізуде де Құралай басты назарды мейлінше ортадағы екі фигураға аударуға тырысады. Сонымен қатар кілем бұл Құралай үшін өзінің дәстүрлі мәдениеті, өзінің туып өскен ортасы, өзінің қазақи жаңағы отбасының өте жұмсақ, өте сондай жанына жақын аясы ретінде қабылданады. Сондықтан да артқы аяны Құралай толықтай кілемнің жаңағы пішінімен толықтырады. Оның бетіндегі бедерлі өрнектер туындыдағы тұтастықты бұзбайды, керісінше бұл да туындыдағы әрбір детальдарды тұтастықта қабылдауға көмектеседі. Анасы сәл қырынан жатып, аяқ жағында және қолын баласының жоғарғы жағынан доғалданып алып келу арқылы болашақ өзінің жаңағы баласын қоғамдағы, ортадағы, әлеуметтік жағдайдағы барлық жағымсыз дүниелерден қорғағысы келгендей әсер қалдырады. Осылайша Құралай өзінің аналық мейірімінің баласы үшін, ұрпағы үшін қандай қиындықтарға дайын екенін композициялық форма, туындыдағы екі фигураның өзара байланысы арқылы мейлінше кеңірек жеткізуге тырысқан. Құралай мейірім туындысында байқағанымыздай біршама графикалық мәнерлерді айқындай аламыз, себебі суретші жаңа айттық шығармашылығының алғашқы кезеңінде көптеген эксперименттер жасап, әртүрлі мәнерде өзін іздеп байқап көреді. Жаңа бір кезеңі оның ана атануымен байланысты болғаннан кейін, енді шығармашылығында осы аналық мейірім, баласына деген жақсы игі тілеу тақырыптары кейінгі туындыларында да бірізді көрініс таба бастайды. Сондай бір туындыларының бірі «Қадам» деп аталады. Бұл туындыда тағы да тік форматта баланың еңбектеп келе жатқан сәтін бейнелеумен шешім тапқан. Жердегі линолеум, яғни әртүрлі геометриялық шақпақ элементтерден құралып, бала жоғарғы ракурстан қарап тұрғандай еңбектеп келе жатқан үлгіде көрінеді. Бірақ ананың баласына деген игі жақсы ниеті, болашағына деген тілеуі туындының форматының жоғарғы жағында айқындалады. Яғни Құралай бірізді түрде линолеумды енді біртіндеп қаланың үлкен биік ғимараттары секілді формаларға, ашық аспан әлемі секілді пішіндерге ақырындап өзгерте бастайды. Осылайша баласының алғаш басқан қадамы, яғни кейінгі өмірінде жарқын болашағына жетелейтін қадам болсын деген ізгі ниетпен шешім табады. Баланың қозғалысын, еңбектеп бара жатқан қозғалысының әсерін өте сенімді жеткізу үшін және балалық әлемге көрерменді қоса жетелеу үшін баланың қасына дөңгелек допты да қоя отырып, дөңгелек формат мына геометриялық қатаң сызықтар мен пішіндердің арасында туындыға бір ойнақылық, тәтті сезім әсерін береді. Туындыларынан енді біз кейбір фигураларды контурлау әдістерінде көреміз. Шығармашылық туындыларда бұлардың барлығы суретшінің ізденіс аясын айқындап отырады. Осы ана-бала тақырыбы келесі мұрагер туындысында да жалғасын тауып, суретші енді сәбиінің тұсауын кескен сәтті әжесінің, анасының және тағы да бір отбасындағы жақын адамдардың ортасында айқындап көрсетеді. Мұрагер атты туындысында біз ұрпақтар сабақтастығы мәселесінің де қарастырылып жатқанын байқауға болады. Әжесі, мамасы, яғни анасы, немесе сәби бала, үйдегі жақын туыс, бұлардың барлығы отбасылық байланысты және ұрпақтар арасындағы сабақтастықты, сол ұрпақтар жалғас тапқан сайын жалғаса беретін дәстүрлердің байланысында айқындайды. Құралай Үмбетова бағана айтып кеткеніміздей, ол 4 баланың анасы, сонымен қатар ұстаздық қызметін, шығармашылығын бірге алып жүрген суретші ретінде тақырыптарын байқап отырмыз. Көбісі тұрмыстық жанрға, өзінің отбасылық ішкі әлеміне және сол отбасындағы бірлік, махаббат, мейірімге негізделген болса, Құралай
тек бұл тақырыптармен тоқтап қалмайды. Шығармашылық бұл сан қырлы, әртүрлі әлемдерге жетелейді. Сондықтан оның шығармашылығынан біз портрет жанрында немесе басқа да күрделі тарихи тақырыптық жанрларға қалам тарту сәттерінде байқай аламыз. Сондай туындыларының бірі «Қаралы қағаз» деп аталады. Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы қарсаңында суретшілер осы мерейлі жаңағы кезеңді атап өту үшін өз шығармашылықтарында осы тақырыпқа қалам тартып туындылар жаза бастайды. Соның нәтижесінде «Қаралы қағаз» атты туындысы жарыққа шығады. Тарихта бәріміз білеміз, Ұлы Отан соғысы кезеңінде соғысқа кеткен ер азаматынан немесе ұлынан отбасындағы жары, анасы, немесе тағда отбасының мүшелері, балалары хабар күтеді. Яғни ол хабар көбінде хат арқылы келіп отырған. Егерде соғыста сол азамат ажал құшқан жағдайда оған қаралы қағаз келетін болған. Яғни оның қаза тапқаны туралы хат келетін болған. Осындай хатты алған ананың бірін Құралай енді өзінің шығармашылық мәнерінде барынша трагизмнің, барынша драматизмнің әсерін сезімдік тұрғыда терең жеткізу үшін өзінше бір композициялық ізденісте көрсетеді. Қаралы қағаз алған ананың ішкі жай күйі, өзінің үміт артқан болашағына деген сенімнен айырылған ананың барлық қайғы мұңы, азабы баяндалған. Осы тұста сол трагедияның, қайғы қасіреттің ауыр табын жеткізу үшін суретші енді ананың дене бөліктерін әр жерінен, әсіресе төменгі аяқ жақ бөлігінен етінен ет кесіп алғандай әсер қалдыратындай геометриялық бір бөлшектерге бөле отырып көрсетеді. Ал артқы аядан біз терезе жақтауына ұқсас қызыл жаңа қан түстес бояумен көмкерілген кеңістікті көреміз. Яғни ол жерде кеңістік бар деп те айтуға болмайды. Қызыл түс бұл жерде трагедияның белгісі. Ал жақтау композицияның мазмұндық құрылымында ананың бүкіл қайғы қасіретінің бір жаңағы құрсауы секілді әсер қалдырады. Яғни құрсау бұл болашағынан үміт артқан, өзінің ізбасарынан, бауыр еті баласынан айырылған ананың қайғы қасіретінің белгісі ретінде шешім табады. Құралай туынды жазуда жаңа эксперименттік әдістерге көп жүгінеді дедік. Кейбір жерлерінде контурлайды, кейбір жерлерінде оны бөліктерге бөледі, ал кейбір тұстарында тым реалистік шешім табады. Мысалы, осы қаралы қағазда біз қолының барынша шынайы, реалистік сипат алған көреміз. Сол арқылы бұл жердегі қайғының да шынайы екенін байқауға болады. Белгілі бір тұлға, жеке тұлғаның бейнесі жоқ бұл жерде. Яғни қоғамда өмір сүрген бір ғана ананың тарихын баяндап жатқан жоқ. Ол Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі жақыннан айырылған бүкіл әйел адамның қайғы қасіретін бейнелейді. Тек қана әйел адам емес, жалпы адамзаттың қасіреті. Тек оны ана ретінде өзінің әлемі тұрғысынан қарастырған кезде Құралай үшін оны ана образында қарастыру әлдеқайда жақынырақ. Осы туындыдағы сынған терезенің сынығы немесе терезе жақтауларының кейбір бұрыштарының қираған жерлері, қабырғадағы сылақтың түсуі бұл жақынын жоғалтқан адамның ішкі жан дүниесінің күйреп жатқанының белгісі ретінде қарастырсақ әбден мүмкін. Себебі оны ішкі қасіретті бір айғаймен немесе жылаумен жеткізу бұл суретші үшін өте қолжетімді әдістердің бірі. Бірақ суретші өзіндік бір әдіс тәсілдерін қарастырады. Сондықтан шығармашылықта сол қайғының, жақынын жоғалтқанның, күйреудің әсерін осындай бір туындыдағы элементтер арқылы көрсетіп отырады. Құралай Үмбетова соңғы осы 3-4 жылдың көлемінде шығармашылығында жаңа бір бағытқа қалам тартып жүр. Бұл бағыты Құралайдың енді ұл қыздарының өсіп, солардың жарқын болашақтарына деген бір позитивті көңіл күйімен айқындалады. Сондай туындыларының бірі «Күту» деп аталады. Бұл туындыда біз артқы форматта ілінген сырмақтың аясында бейнеленген кішкене қызбен
жас сәби ұл баланы көреміз. Күту бұл нені күту? Сапардан келе жатқан әкесін немесе жарқын болашағын күту деп әртүрлі мағынада талқылануы мүмкін. Бірақ анасы үшін балаларының жақсылыққа, игілікке толы жарқын болашағын күту. Осындай туындыларында суретші енді негізінен ұлттық тақырыпқа, ұлттық бір мәнерге көбірек басымдық береді. Артқы аяны жаңағы ұлттық бұйымдардың атрибуттарымен толтыру, өзінің кейіпкерлерін ұлттық киімдерге киіндіру арқылы енді өзінің ұрпағының да ұлттық мәдениеттен, салт дәстүрден алшақтамай, алдыға қарай, болашаққа қарай қадам басқанын қалағаннан қалыптасқан болуы керек. Тағы бір туындысы Құралайдың «Қырмызы» деп аталады. Бұл туындысын суретші негізінен 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне арнап жазған болатын. Арнайы бір жаңағы академия қабырғасында кескіндеме және мүсін мамандығында оқитын студенттер мен білім беруші оқытушылардың шығармашылығына арнап көрме ұйымдастырылады. Сол көрмеге арнап осы туындысын жазады. Бұл жерде суретші үшін ең маңыздысы көктемнің әсерін жеткізу. Көктем дегеніміз бұл біздің қазақи ұғымда жылдың басталуы. Яғни жыл неден басталады? Жаңа сезімдерден, табиғаттың оянуынан және бұның барлығы адамның бүкіл ғұмырында оның жастық шағымен ассоциацияланады. Осылайша біз Құралайдың туындысында жас қыздың, бойжеткен қыздың бейнесін көре аламыз. Барынша ұлттық киімге әсем сәнді киінген қыз бала құшағы гүлге толып, өте нәзік шешім тапқан. Бұл жердегі гүлдер де Құралайдың көктеммен ассоциацияланатын жаңағы сезімдерінің бірі ретінде көрініс табады. Осылайша жаңа бір сезімдердің оянуын суретші туындыда басымдық берген ал қызыл, қаны қызыл түстің қатынасымен үйлестіреді. Және де қызыл түс бұл жерде энергияның, күш қуаттың символы ретінде де шешім табады. Қырмызы қазақ жаңағы мәдениетінде бұл аса бағалы, қымбат матаның атауы болған. Және сол матада көбінде қыздарға арнап тақия, қамзолдар тіккен, және ол өзінің ал қызыл қанық түсімен де ерекшеленетін болған. Туынды атауында да осындай оның композициялық, мағыналық құрумен байланысатын осындай бір жаңағы тізбекті байқай аламыз. Суретшінің тағы бір қызықты туындыларының бірі шежіре деп аталады. Шежіреде біз биік мама ағашын көреміз. Яғни бұл кәрі ағаш ана бейнесінде талқыланған. Оның бұтақтары бәйтерек секілді саялы, мәуелі ағаш секілді бұтақтарын кеңінен жан-жаққа жайып тұрса да, оның енді ешкімге сая бола алмайтын. Я тамырын тереңге жіберсе де, бұтақтарын жан-жағына жайса да, енді сая бола алмайтын сәтін көреміз. Осылайша табиғат ананың бейнесі де бір талқыланып жатқан секілді әсер қалдырады. Мүмкін бұндай тақырыптар арқылы Құралай әртүрлі ассоциацияларды да ұсынады. Мысалы, бұл тарихтың, бабалар дәстүрінің бейнесі ретінде талқыласақ болады. Немесе бір экологиялық мәселелер астарында көрініс табуы мүмкін дегенде болжамдар жасауымызға болады. Бірақ бұл кездегі жұмыстарында тағы да бейтарап кеңістікті және де формаларды біршама стилизациялау әдістерінде байқаймыз. Ағаштың тұрған тұрысы отырған кейуананың бейнесі секілді шешілген. Оның бет бейнесі егде жастағы әйел адаммен, ал отырған отырысы кәдімгі ұршық үйіріп отырған ананың бейнесі секілді талқыланған. Осылайша ана образы табиғат ананың бейнесі ретінде кең ауқымда шешім табады. Пандемия уақытында жалпы суретшілер әртүрлі тақырыптарға іздене бастайды. Бірақ біз білеміз, пандемия уақыты ұлы ақын қазақтың маңдайына біткен дара тұлға Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойымен қатар келген болатын. Пандемиялық шектеулер осы мерейлі жаңағы датаны, яғни Абай
Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын лайықты деңгейде атап өтуге де өзіндік бір кедергілерін тигізді. Бірақ суретшілер қауымы бұл іс-шараға барынша жауапкершілік танытып, ұйымдастырылған байқауларға онлайн болса да қатысып, өздерінің жұмыстарын ұсынған болатын. Құралай да осы бағытта Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арнап Абайдың портреттік бейнесін жазып шығады. Тізеге дейін бейнеленген портретте Құралай енді Абайдың философиясын, Абайдың дүниетанымдық көзқарастарын талқылауға тырысқан. Қолда кітап ұстап, өзінің назарын көрерменге тіке қараған Абай бейнесі тамұқты жарып шыққандай әсер қалдырады. Яғни туынды кеңістігі қою, көгілдір, қара түстердің үйлесімінде шешім тауып, кескіндемеден көрі графикалық мәнерлердің басымдық танытатынын айқындайды. Абай образын бейнелеуде суретші оның кемеңгер, дана, толысқан шағындағы жас ерекшелігін таңдай отырып, Абайдың көрермен санасында қалыптасқан танымды образына қалам тартады. Яғни Абайдың біз Қастеев шығармашылығынан жас кезіндегі бейнесін көрген болсақ, қалған негізгі суретшілердің басым көпшілігі осы Абайдың елуді еңсерген шағындағы дана бейнесін, қалыптасқан бейнесін бейнелеуге жаңағы көбірек жақын келеді. Енді Қазақстанның заманауи бейнелеу өнері ол сан қырлы, әртүрлі, оның формалары да сан алуан түрлі сипатқа ие. Себебі қазір жаңа осындай ғылыми технологиялар қарқындап дамыған заманда көрерменді жаңалықпен таң қалдырып, тамсандыру аса қиындық тудырады. Осындай барлық өзінің жаңағы сан түрлі үлгісінде қалыптасып қойған бейнелеу өнері әлемінде жас суретшілер үшін өзіндік қолтаңбасын қалыптастырып, өзін табу да аса қиындық тудырады. Осы мақсатта суретшілер әлемдік бейнелеу өнерінің үлгілерімен көбірек танысады, ізденеді, және солардың ішінде өзіндік бір ерекшелігін де табуға тырысады. Сонымен қатар олар осы қазақ топырағында дүниеге келіп, қазақ мәдениетімен сусындағаннан кейін оны ұлттық дәстүрлі мәдениетпен де үнемі байланыста, сабақтастықта ұстап отыру керек. Осы орайда заманауи қазақ кескіндемесі, заманауи жалпы қазақ бейнелеу өнерінің өкілдері үшін, жас суретшілер үшін осы әлемдік жаһандық трендтерден, жаһандық тенденциялардан қалмай, ұлттық мектепті негізге ала отырып, өзіндік ерекше қолтаңбасын қалыптастыру аса маңызды саналады. Сонымен қатар бүгінгі кеңес одағымен салыстырмалы түрде алсақ, қазіргі жас суретшілер үшін аса бір қиындық тудыратын жағдайдың бірі бұл осы нарық қоғамында, нарық заманында өзінің шығармашылығын қалыптастыру, дамыту және оны тек сауданың ғана нысанына айналдырмай өнер ретінде дамыту да аса қиындық тудырады. Себебі бұрын суретшілерге мемлекет тарапынан белгілі бір жағдайда үлкен көмек көрсетіліп, шығармашылықпен белсенді айналысуына байланысты мемлекет тарапынан шеберханалар бөлініп, жағдай жасалып, мемлекеттік тапсырыстар белсенді суретшілердің арасында тең дәрежеде бөлінетін болса, бүгінгі күні бұлар айтқанда өз күндерін өздері көруге мәжбүр. Себебі тапсырысқа да өздері жүгіреді, шығармашылықтарында алып жүруі керек. Сонымен қатар конкурс үшін олар кәдімгі кәсіби жаңағы өз саласында қызметте атқаруы керек. Осының ішінде шығармашылықпен айналысып жүрген, шығармашылығын тастамай алдыға қойып келе жатқан суретшілерге әрине біз үлкен құрметпен қараймыз. Құралай Үмбетова шығармашылығы әрине әлі даму үстіндегі, ізденіс үстіндегі суретшілердің бірі. Оның шығармашылығын әлі де қарастырып, жан жағынан әртүрлі жаңағы пікірлер айтуға да болады. Сондықтан біз Құралай шығармашылығын бір ғана бағдарламаның аясында жаңағы қарастыруды тоқтатпаймыз. Өнер әлеміне қызығушылық танытқан көрермендер Құралай шығармашылығын әрі қарай өзі зерттеп іздей берсе де құба-құп. Бейнелеу өнері әлеміне терең бойлап, оның қыр-сырымен әлі де танысуды жалғастырғыңыз келсе, Қалам арт бағдарламасына жазылуды ұмытпаңыз. Және де жүрекше қойып кетсеңіздер, біз қуанамыз.